Құрметті достар, бүгін мен озонотерапия, яғни клеткаларды жаңарту, жалпы организмді жаңарту процедурасы бойынша өте белгілі дәрігер, анестезиолог-реаниматолог Нұрабил Мұхамбетхан ұлымен отырмын қазір. Бірнеше сұрақтарымыз бар. Осы видеодан кейін сіздер сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Мен немесе мен әріптесім міндетті түрде жауап береді. Нұрке, айтыңызшы, осы озонотерапия қазір өте адамдардың, науқастардың арасында пайдаланып жатырсыздар ғой сіздер. Осы бойынша кішкене айтсаңыз, бұл жалпы қай кезде көмектеседі? Мүмкін болатын болса, қарапайым тілмен айтсаңыз, көрермендер түсінетіндей. Болды. Біздің клиникада озонотерапия процедурасы уже 3 жылдың көлемінде активно жұмыс істеп жатырмыз. Озонотерапия деген трехатомный кислород, кәдімгі физрастворды, натрий хлорид 0,9%, обогащать етеміз, толықтырамыз газбен, трехатомный кислородпен, О3-мен, химический форма. От 1,5 до 4 мл. Дозасын толтырып, сол растворды внутренне күретамырға салғасын, адамның организмдегі клеткалар, жасушалар 10 есеге дейін оттегімен қанықтандырылады. Насыщается кислородом до 10-кратном размере. Не 10%, а до 10-кратном размере. Что нужно біздің клеткалар? Не керек біздің клеткалар? Біздің клеткаларға керек тек қана кислород. Біздің жегеніміз жал, жая, қаз, қарта, торт, кәмпиттеріміз керек емес, черниктеріміз керек емес, оларға керек кислород. Кислород барады, оларда идет омоложение организма, омоложение клеток, идет обновление. Митохондриялар өздерінің күшін салып жақсы жұмыс істейді. Рибосомалар начинается белковый производство, аминокислоттар начинается жаңадан қалыппен адамның организмін алып, обогащать етіп кислородпен жаңа жасушалар пайда болса, ұйықтап жатқан клеткаларды оятуға болады. Озонның арқасында созылмалы аурулардың көп түрін емдеуші алуға болады. Озонның арқасында біз мынау уже инвалидская кеткен адамдарды аяғынан тұрғыза аламыз. Ұзақ уақыт ауырған науқастарға өте жақсы жүрек ауыратындарға, созылмалы сахарный диабетке, қант диабетіне жақсы көмектеседі. Қан қысымы жоғары кезде жақсы көмектеседі. Ревматология, аутоиммунный заболеваниялардың көбісінде. И одан кейін кожный заболевание, экзема, нейродермит. Қарама-қарсы көрсеткіші бар ма? Бар, щитовидный жезлде гипертиреоз кезде біз абайлап қолданамыз. А так бар, қан анализдерін талдаған кезде бір-екі показательдерді қабылдамаймыз, ал қалған уақытта 98% жағдайда біз оларды. Яғни науқастар бұл терапияны алмастан бұрын міндетті түрде белгілі анализдерді тапсыру керек зертханалардан, және де гипертиреоз кезінде болмайды. Гипертиреоз кезде болмайды. Гипертиреоз кезде ала береміз. Эутиреоз кезде ала береміз. Құрметті оқырмандар, міне қазір өздеріңіз дәрігердің аузынан естідіңіздер. Озонотерапия қазір өте жақсы науқастарға пайдасын беріп жатыр. Яғни қайталап айтайық, жалпы қарапайым тілмен айтқан кезде, венаға салған кезде науқастарда жасарады. Клеткалар, жасушалар жасарады, жалпы науқастарға күш береді, әл береді. Әсіресе созылмалы аурулармен ауырып жүрген науқастарға, атап айтатын болсақ, артериалды гипертония, қант диабеті, түрлі аутоиммунды аурулар, ревматологиялық аурулар, тізе, буын аурулары, ішкі құрылыс ауруларында, және неврологиялық ауруларда өте жақсы көмектеседі. Ұзақтығы 10-15 минут болады, 10-15 минут сіз жатасыз, сіздің венаңызға сол арнайы препарат салынады. Бұның бір курсы негізі 10 күн, кемінде 10 күн алсаңыз, өте жақсы эффект береді. Ауырмаңыздар. Маған ұнайтыны, бәке, ол қандағы свободно радикальный клеткалардың ростын подавлять етеді. Свободно радикальный клетка дегеніміз не ол? Онкологический клеткалар, атипичный клеткалар. Соның ростын подавлять етеді. Егер 8 миллиардтай халық бар болса, жер бетінде бәрі склонны ауруға, онкологический аурумен. Келсесіз солар? Солардың бәрінде бар, бізде де бар ол клеткалар. Просто сол егер стресс, холод, голод олар көтеріп кетеді. Иммун системаны көтереді, бірінші үшін. Одан кейін
көп ошибка біздің халықтың. Көбісі озонды іздеп аптекаларға барады екен. Аптекалар. Ол дайын болмайды. Ол дайын болмайды. Біз өзіміз дайындаймыз. 10-15 минуттың ішінде науқас келеді, соны өзінше дайындамаса, ол жарты сағаттан кейін оның эффекті теряется. Ол қайтадан өзінің құрамы седіреп, кәдімгі су болып қалады. Сондықтан дайындалған заматта біз құйып үлгеруіміз керек жарты сағаттың көлемінде. Ол жарты сағатқа жетеді ғана дейсіз. Так что бізде оны аптекаға барып сататын ондай мүмкіншілік жоқ. Рахмет. Құрметті оқырмандар, озонотерапия бойынша сұрақтарыңыз болатын болса, міндетті түрде осы видеоның астына комментарий жазыңыздар. Мен немесе менің әріптестерім жауап береді. Оңғылмаңыздар.